Құрметті ағайын, жақында ғана депутат Сайыров Пәкістандағы босқын қазақтардың жағдайы жөнінде видео үндеу жариялады. Мен бұл тақырыптың ресми қозғалғанына қуаныштымын. Және де тақырыпты әлеу желінің желбуаз әрекетіне айналмай, нақты нәтижелі болуына мүдделі адам ретінде шығып отырмын. Бірақ 2021 жылдан бері 7 және 8 сайланымдарда мандат ұстап отырған депутаттың енді ғана сыртиқодан шошып оянғандай әлеу желіге бас салғаны онша үміт туғызбай отыр. Құрметті қауым, маған жаңа ғана Пәкістан мемлекеттік Карачи қаласынан Хамид Қорабай деген қазақ хабарласты. Оның айтуынша осыдан 2 жыл бұрын 40 жанұя 300 қазақ Ауғанстаннан Пәкістанға босып барған. Пәкістан мемлекеті осы 30 тамыз күні осы 300 қазақты қайтадан Ауғанстанға депортация жасайтын мәлімдеген. Егер бүкіл қазақ болып оларға көшіруге жағдайымыз болмаса, онда Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі комиссарына өтініш жасау керек. Мына 300 қазақты босқын ретінде олар мойындау керек. Құрметті депутат Ерлан Биахметұлы, бір жағынан бұл тақырыпты қолға алғаныңызға ішім жылып отыр. Екінші жағынан бұл мәселені осыдан 3 жыл бұрын көтеріп онлайн конференция өткізгенімізде, оған шетелдің қазақтары қатысып, соның ішінде Пәкістан, Ауғанстан, Иран, Сауд Арабиясындағы қазақтар өз мәселесін ортаға салғанда, сіздей мықты депутатты табамадық. Сол онлайн конференцияда Пәкістандағы босқын қазақтардың атынан сауатты азамат Хамид Адаш Жорабай сөз сөйледі. Biz 12 yıl burun biz elçilikке bardık, biz arız yazdık, Kazakistan'a, hatta yurtumuzda ketamızda biz bir konsul var ya, burun konsul bizi arızlarımızı, tizimlerde barısını aldı. Buna dedi sizler Rusçaga audarıp kenarda, Rusçaga audarıp kenarda dedi. Biz Rusçaga audarıp bardık, son bizden numarımızı aldı, biz sizlerde de zuandayımız, bizi kutunlar dedi. Biz 2 yıl, 3 yıl biz kuttuk, bizde hiç kim şeytan zuandamadı, hiç telefon gelmedi, zuandamadı kim. 2008'den бастап елшілікке хабарласқан 15 жыл бойы. Содан жауабын 2021-де алып отыр, одан кейін олардан ДНК талап етті, өйткені бұлардың қазақ екенін дәлелдеу керек. Ал қазақ екенін дәлелдейтін ДНК арқылы қазір дәлелдеуге болады екен барынша, бірақ болмай қалуы да мүмкін, себебі мына ер адамдардың екір хромосомасы бойынша С2 деген гаплогруппа Шыңғысханнан жаңағы гаплотип сол кең таралғанда әлемге. Содан бері 3 жыл өтті. 3 жылдан бері сол 300 қазақты жоққа шығарып келген Сыртқы істер министрлігінің сіздің үндеуіңіз дауа болып, құлақтарының ашыла қойғанына тағы да үлкен күмән бар. Бұл конференцияны парламент мәжілісінің тақ қасындағы Алтын Орда бизнес орталығында өткізіп, біраз ұлтшыл азаматтар қатысқан еді. Сол конференцияның қарарын таратқанда, үкіметтен де, Сыртқы істер министрлігінен де, парламенттен де ешкім бүлк етпеді. Ол конференцияны Пәкістандағы 300 босқын қазақтың жайын сол 2022 жылы 1 шілдеде мәжілістегі талай депутаттар тақия кигені де, шапан жапқаны да, үкі таққаны да, домбыра тартқаны да, бокс қолғабын кигені де, блогері де, артисі де, популисі де тыңдады, көрді, білді. Бірақ бәрің де көрпенің астынан сығалап жатырсыңдар. Осы шарадан соң Сыртқы істер министрлігі апыл-ғұпыл түрде шетел қазақтарымен жұмыс жөніндегі басқарма құрды. Біреулер айлық алып отырған болар, бірақ оның жұмысы қазір мардымсыз. Содан бері талмастан Ауғанстан қазақтарының мәселесімен айналыстық. Жомарт Жеңіс деген этнограф ғалым 2023 жылы Ауғанстанға 2 рет этнографиялық экспедиция жасап, қыруар жәдігер тауып келді және соларды біріктіріп ғылыми кітап шығарды. 2023 жылы желтоқсан айында 1 ай бойы ауған қазақтарының 60 кілемін алдырып,
ұлттық мұражайда көрме өткіздік. Сонда неге келіп бас сұқпадыңдар? Сонда Пәкістанға босқан ауған қазақтарының жайы неге жанды күйдірмеді? Ол көрме әлеу желіде елді шулатты, таңырқатты, таңдай қақтырды. Ал сол елдегі Қазақстан елшілігі немесе сыртқы істер министрлігі 60 кілемді әкеліп әкетуге қол ұшын бермей, әлгі қазақ кәсіпкер қыруар қаржысын жолға шығындады. Соны дипломатиялық жолмен мәдени мұра ретінде тегін өткізіп, ауғандық қазақ кілемшілерін қолдауға не кедергі болды? Сол кезде депутат Ерлан Сайыров мырза қайда болды? Ол кезде де TikTok әлеу желісі болды. Енді шыртиғыдан шошып оянуға не себеп, депутат мырза? Хайп қуған блогер емессіз, журналист емессіз. Депутатқа тән байсалды қимыл әрекет керек емес пе? Енді сыртқы істер министрлігі қазір нақты 2 қадам жасап жатыр. Бірінші, Пәкістандағы 300 қазақты Ауғанстанға депортация жасамау жөнінде Пәкістанның сыртқы істер министрлігімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Екінші, осы Карачидегі қазақтардың барып, сол жерде генетикалық тексеру жүргізіп, ол кісілердің тағдырын шешу жөнінде қазір комиссия құрылатын болады. Құрметті мәжіліс депутаты Ерлан Биахметұлы, сіз елдегі биліктің ең жоғарғы органның мүшесісіз. Сіздің қолыңызға сайлаушылар, яғни қазақ халқы арнайы мандат берді. Ал сіз неге сайлаушылар немесе халқым деудің орнына блогер құсап қауым деп халықты төмендетесіз? Қауымның не екенін сіз жақсы білесіз, өйткені социологсыз, политологсыз. Бұл мәселені шешуге TikTokсыз да, қауымсыз да қолыңызда толық құзыр мен көзір бар. Оның үстіне президент Тоқаевтың бастамасымен парламентке бұрынғыдан да үлкен құзырет пен еркіндік берілді. Үкіметте де, сыртқы істер министрлігінде, миграция комитетінде бұрышқа тұрғызып қоюға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Сіз мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесісіз. Парламенттегі Аманат партиясының фракциясының өкілісіз. Одан қалды шетелдегі қазақтармен айналысуға құзыры жеткілікті мәжілістің халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті бар. Осының барлығы бола тұра, неліктен күйбең тіршілігін қамтудан өздері қол тигізе алмай жүрген жұрттан қолдау сұрап отырсыз? Әлгі аталған мемлекеттік органдар елдің мәселесін шешпесе, депутаттың сауалын орындамаса, немене сонда бетімен кеткені ме? Неліктен осы сала бойынша мамандар мен сарапшыларды, қайраткерлерді жинамайсыз? Неге ақылдаспайсыз? Блогер болып әлеу желімен мәселе шешетін болсаңыз, мандаттың сізге не керегі болмақ? Ел ерге қарайды, ер жерге қарайды деген бар. Сіз неге жерге қарайсыз? Бірігіп шешейік. Осы бойынша жүргендермен санасып, бірігіп нәтиже шығарайық. Тақырыпты талғажау етіп, қайып жасамайық, көтеруге болмай ма? Мен сізге ұрынғым келіп отырған жоқ. Бір жағынан мәселені шығарғанға қуанып отырмын. Екінші жағынан, шеттегі қазақтарды босқын деп Біріккен ұлттар ұйымына шығып, мәртебе жасатып алып, мәселе шешейік дегеніңіз Қазақстан деген елді масқаралау ғой. Соған күйініп отырмын. Қазақ елі не үшін мемлекет болып отыр? Шетелдегі қазақтарға босқын мәртебесін әперу үшін бе? Жер бетіндегі қазақты жинап теріп ел болу үшін емес пе? Неге тікелей Пәкістанға, Ауғанстанға шығып, мәселені төтесінен шешпейміз? Біз деген дипломаттар ел емеспіз бе? Қазақ, Ауған, Пәкістан арақатынасы қазір жақсарып келеді. Олармен бірігіп жол салмақпыз, экономика көтермекпіз. Сонда сол елдердегі қазақтарымызды неге мөлитіп қоюымыз керек? Неге сыртқы істер министрлігі, миграция органдары Ауғанстан мен Пәкістанда қазақ жоқ, бәрін көшіріп алдық деп өтірікті бөсіп отыр? Соны неге көтермейсіз? Неге Қазақстанда қазақтардың көбеюінен, шеттегі қазақтардың елге келуінен кейбір топтар шошып отыр? Соны неге тергемейсіз? Ауғанстанда қазақ болмаса, таудағы, тастағы мал баққан қазақтар жаман жәутік киіз үйлермен не істеп жүр? Көктен түсті ме? Ауғанстанда қазақ болмаса,
Қазақ мәдени орталығын кім ашып берді оларға? Қазақстан елшілігі ме? Әлде астыртын топ па? Соны анықтау керек. Ассаламу алейкум, қазақ еліме. Менің аты жөнім Қажы Асад Лауи Мауд Рум Дулат. Мен Ауғанстан қазақтарының төрағасы. Бүкіл Ауғанстанда қазақтар қай қалада болса, солардың мәдени қоғамына ашып, соларға қызмет жасап, қызмет көрсетіп отырмын. Сөйтіп, Ауғанстанда 11 қалада қазақ бар. Үлкен аудан, бұл аудандарда қазақ бар. Ауылдарда қазақ бар. Шетелдегі қазақтардың қазақтығын дәлелдеу деген сорақы ережені қашан қалыпқа келтіреміз? Германияға немістер неге аңшыңсыз жиналды? Израиль шетелдік еврейлерге арнап, неліктен арнайы министрлік құрып кірісті? Ал біз неге шетелдегі 7 миллион қазаққа арнап бір комитет құра алмаймыз? Осының бәрін сауатты етіп көтеретін блогерлер емес, сайлаушылардан мандат алған сіз секілді депутаттар. Бұл 300 босқынның бұған дейін кейбірін генетикалық жағынан тексергенмен, онымен қазақ екенін дәлелдей алмаймыз. Оны айтпақшы жасадық та, одан ештеңе шыққан жоқ. Оның бәрі далбаса. Екіншіден, біздің миграциялық ережеде шетелдік қазақтарды ДНК-мен тексеруге қатысты ешбір бап жоқ. Жалпы шетелдегі қазақтардың жағдайын тиянақты қарап отырған мемлекеттік орган жоқ. Болса, бұндай былық болмаған болар. Сыртқы істер министрлігі жанынан құрылған отандастар қоры бар, бірақ оның да міндеті мен құзыры түсініксіз. Тіпті ауған қазақтарын елге келгеннен кейін де миграция қызметкерлерінің қуғындағанына куә болдық. Ауғанстан тәліптер билігіне өткеннен кейін Сәми Атағұл деген жас қазақ жігіті Қабыл қаласының бір аудандағы ауыл әкімдігінде әлеуметтік қызмет көрсету жөніндегі әкімнің орынбасары болған. Тәліптер билікті басып алғасын, ол Қазақстанның Сауд Арабиясындағы Жидда қаласындағы елшілігінде 6 ай бойы аудармашы болып қызмет еткен. Қазақ тілінен парсы, пуштун, араб, ағылшын, француз, хинди, урду, тағысын тағы 8 тіл білетін азамат. Қазақстанда туыс ағайындары болғандықтан, Сәми Атағұл 2023 жылы қазан айында ата жұрты Қазақстанға туристік визамен келіп, Ақмола облысына тұрақтап, қандас куәлігін алған. Бірақ оны визаң бітті деп, Ақмола облысының миграция қызметкерлері ауғанға ұшатын ұшаққа лақша зорлап салып жібере жаздады. Ол әлі күнге дейін Қазақстан азаматтығын ала алмай жүр. Оның жай-күйін сіздің әріптесіңіз Қазыбек Иса жақсы біледі. Айтайын дегенім Ерлан Биахметұлы, бұл мәселе блогерлік постпен шешілмейді. Бұны ресми саясатшыға тән депутат ретінде тиісті жауапты тараптардың бәрін жинап, түпкілікті, жүйелі түрде заңды өзгертіп, арнайы орган құрып шешу керек. Ал біз секілді белсенділер, мамандар, заңгерлер, сарапшылар сізге қол ұшын беруге әзірміз. Сіздің құлағыңызға ілген сыртқы істер министрлігінің лағманынан нәтиже болмайды. Өйткені қандастарға қазақтығын дәлелдеу деген шытырман талап босқын қазақтарды қазақ деп тануға жол бермейді. Ол ереже нақты емес, критерийлері әрі-сәрі. Бұл мәселені шешуге арнайы қысқасы заң жоба керек. Құрметті депутат, міне осы іске жұмылайық. Айтарым осы, бәрімізге сәттілік. Енді бірін-кетен айтып өтсем, Ауғанстандағы қалалардың, қазақ бар қалалардың, бұл жағы Бадахшанда, Тахарда, Құндызда, Бағланда, Айбек дейді, кәдімгісі Айбек, қазір оны Саманган дейді. Бұл қалада, бұл жерде Мазар Шәріп Бақ қаласында, ар жақта Мойнықара ауданы, үлкен аудан, бұл бір қала сияқты үлкен аудан, ар жақта Санчаре деген аудан бар. Ол аудан өте үлкен, Сарқұл қаласының ауданы. Ол жерде қазақ бар. Шыбырған қаласында қазақ бар. Фарияб, Маймана қаласында қазақ бар. Қырат қаласында қазақ бар. Батыс қаласында қазақ бар. Сол 11-12 қазақ
ауылда қалада қазақ бар. Сол қазақтардың төрағасы болып қазір бұл жерде Ауғанстанда мәдени қоғамда ашып, қазақтардың мәдениетіnden, солардың кәдімгі дәстүріnden, солардың қазақ тіліне, сөйтіп тариханы сөйтіп баяндап айтып келген қазақтар. Болып туымағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.